Кайырлы күн достар, бүгін 4 түрлі ерекше жаңа жылдық салаттардың түрлерін жасайтын боламыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, все деп тыңдап қойыңыздар. Ең әуелі өте дәмді тойымды салат дайындаймыз. Шампиньон саңырауқұлағын осылай турап шығамыз. Қызып тұрған сұйық майға туралған пияз бен шампиньонымызды салып, тұз, бұрыш қосып осылай қуырамыз. Қызарғанша 5-6 минуттай қуырамыз. Енді біз салаттың бетіне оформление жасағанға сетка дайындаймыз. Ыдысымызға ұн, сұйық май және су қосып, жақсылап араластырамыз. Мен екі түрлі бояу қосатын болғандықтан, екі ыдысқа теңдей бөліп алып, жасыл және қызыл түсті қосып шықтым. Гелевый краситель қосқаннан соң араластырамыз осылай. Ұнтақ бояу қоссаңыздар да болады. Табаға құйғанға ыңғайлы болу үшін осындай ыдысқа құйып алып, қызған табамызды майлап жіберіп, осылай табаға құямыз. Құю барысында сіздің отыңыз өте төмен болып қалмау керек, және слишком қатты да болмау керек. Орташадан сәл жоғарылау етіп қоясыздар, және күйіп те кетпеу керек. Мінекей осылай көпіреді. Көпіршігі осылай көпіріп біткеннен кейін аламыз. Мінекей көпіршік бітті. Біздің оформлениеміз дайын. Қағаз майлыққа қоямыз. Енді осындай формамызды әуелі майлап аламыз. Дөңгелек форма алсаңыздар да болады. Енді салатқа қосатын қара өрігімізді осылай турап аламыз. Черносливті турамас бұрын оны ыстық суға 5 минут салып қойып аламыз. Содан кейін барып тураймыз. Содан кейін ұсақ көбіктеп туралған піскен тауық етімізді қоямыз, және кішкене тұз сеуіп, майонез сеуіп шығамыз. Майонезімізді жағып шығып, ұсақ соломка етіп туралған свежий қиярымызды қойып шығамыз. Одан кейін суыған, қуырылған саңырауқұлағымызды қойып шығамыз. Майонез сеуіп, бетін тегістеп шығамыз. Оған грек жаңғағын қосып, грек жаңғағын 2-3 минуттай май жоқ табада қуырып алсаңыздар өте дәмдірек болады. Майонез сеуіп шығамыз. Піскен жұмыртқаның ағын қойып шығамыз. Кішкене ғана тұз сеуіп, майонез жағып, піскен жұмыртқаның сарысын қойып шығамыз. Енді ақырында формамызды аламыз. Енді салаттың бетін әсемдеуге кірісеміз. Свежий қиярды осылай жұқа етіп турап шығамыз. Және турағаннан соң бір 5-10 минуттай қойып қоямыз. Қияр 5-10 минуттай осылай тұрса, жібіп жұмсақ болып тұрады. Осылай біреуін ортасынан кесіп, екіншісін осылай кесілген жердің арасына осылай тығамыз. Енді қиярымызды салаттың бетіне қоямыз. Салаттың бетіне қоймас бұрын қоятын жеріңізді осылай пышақпен осылай кесіп, орнын дайындаңыздар. Осылай оформление жасап шығамыз. Қиярдың мен үстіне гранаттың дәнін осылай қойып шықтым. Бұл салатты өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Енді піскен сетка чипсымызды осылай бетіне қойып шығамыз. Онда қоймас бұрын осылай пышақпен орнымызды дайындап аламыз. Содан кейін барып сеткамызды қоямыз. Енді салаттың жанына чипсыды қойып шығамыз. Өз қалауыңыз бойынша қоймасаңыздар да болады. Чипсы жақсы жабысу үшін жанына осылай майонезді кондитерский мешокпен жағып шықтым. Сол кезде чипсыңыз жақсы жабысады. Неке осындай чипсы қолдандым. Дастарханның көркін ашатын өте әдемі дәмді салат жасап көріңіздер. Ас болсын.
Цветочный сад салатын дайындаймыз. Алдымен оформлениесіне кірсеміз, ыдысымызға жұмыртқаны салып, туралған піскен қызылшамызды саламыз. Погружной блендермен осылай езсеңіздер де болады, немесе осындай блендермен оңай езіледі. Ыдысымызға саламыз, оған сүт қосамыз, сұйық май қосамыз, ұн қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді қызып тұрған табамызды майлап жіберіп, құймағымызды құямыз, екі жағынан осылай пісіреміз. Блинчик пісіргендегідей етіп, осылай пісіріп шығамыз. Енді салатқа кірсеміз, копченая курица, яғни қақталған тауық еті, піскен картоп, маринованные огурцы және піскен жұмыртқаны барлығын осылай ұсақ көбеге етіп турап шығамыз. Ыдысымызға салып, тұз себеміз, тұзды аздау етіп себіңіздер. Копченый курица мен маринованный огурцы тұздылау келеді, онда ескерген дұрыс. Майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Майонезді де слишком көп қосып жібермеңіздер, салаттарыңыз суланып кететін болады. Менде осындай кольцо бар. Осындай шағын кольцоны майлап аламыз. Тәрелкемізге қойып, салатымызды ішіне саламыз. Салып болғаннан соң қасықпен бетін нығыздап басамыз. Өйткені кольцоны алған кезде салат шашырап кетпеуі керек. Суыған құймағымызды аламыз. Бетіне жаққанға қаймақ, сарымсақ, яғни ұсақталған чеснок, кішкене тұз қосамыз. Және сүзбелі ірімшік, яғни творожный сыр оған қосамыз. Мен креметті қостым. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң құймақтың бетіне жағып шығамыз. Тым көп етіп жақпаңыздар. Бетін тегістеп шығамыз. Рулет сияқты ораймыз. Екі шетін және кесіп алып тастаймыз. Пышақпен кесіп шығамыз. Салатымыздың бетіне осылай ораған блинчигімізді астынан осылай итереміз. Сол кезде бізде гүлдің формасы осылай шығады. Бәрін орналастырып болғаннан соң өзіңізге ұнаған аскөк түрмен әсемдесеңіз болады. Мен петрушка қойып шықтым. Енді ақырындап кольцоны аламыз. Енді біз қиярды жұқа етіп осылай тураймыз. Бұл қиярды оформлениеге пайдаланамыз. Осылай турап болғаннан соң 5-10 минут тұрғаннан кейін барып қолданамыз. Сол кезде қияр жұмсақ болып тұрады. Осылай чечил ірімшігін егер жетпей жатса, осылай екі чечилдің байлап жіберіп, осылай айналдырып байлап шығамыз. Енді салаттың жан-жағын түтілген ірімшікпен әсемдеп шығамыз. Бұл оформлениені өзгертсеңіздер де болады. Өте дәмді салат және бетіндегі блинчигін закуска ретінде бөлек жесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Енді парфе деп аталатын салат дайындаймыз. Грек жаңғағын әуелі құрғақ табада осылай 2-3 минуттай қуырып аламыз. Сол кезде дәмі жақсы кіреді. Қатты ұсақтау етіп турасаңыздар да болады. Маған жегенде күтірлеп тұратын ірілеу болғаны ұнайды. Енді ірімшігімізді аламыз. Мен комо ірімшігін пайдаландым. Осылай сап-салқын суға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып аламыз. Ірімшігімізді тоңазытқыштан шығарғаннан соң әуелі ұнға аунатамыз, одан кейін жұмыртқаға, содан кейін барып панировкаға аунатамыз. Мен оранжевый канишероның панировкасын қолдандым. Басқа түрінде қолдансаңыз болады. Осылай аунатып дайындап аламыз. Қызған сұйық майымызға осылай ірімшігімізді саламыз. Май қатты жай болмау керек, өйткені біздің ірімшігіміз еріп кетеді. Және сұйық майы көптеу болғаны дұрыс. Ірімшікті отта ұзақ ұстамаймыз. Екі жағынан осылай сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей қуырылған ірімшігіміз дайын. Енді піскен қызылшаны ыдысымызға саламыз. Ұсақ күштен өткізілген сарымсақты аздап қосамыз.
греческий йогурт қостым, және сәл тұз қосамыз. Греческий йогуртты майонезбен алмастырсаңыз да болады. Жақсылап жуылған салат жапырағын осылай қолмен үземіз. Рукколаны да жегенге ыңғайлы етіп қолмен үзесіздер. Руккола аскөгін пышақпен турай салсаңыздар да болады. Және шетіндегі сабақтарын алып тастаймыз. Және айсберг жапырағын қолмен үзіп қосамыз. Бұл аскөкке қалауыңызша зәйтүн майын, лимон шырынын, қант, тұз, бұрыш қоссаңыз болады. Айсберг жапырағын осындай бөлігін алып, оған жаңағы қызылшамызды осылай домалақтап орналастырамыз. Піскен ірімшігімізді қойып шығамыз. Бетіне бальзамический крем соус септім және грек жаңғағын сеуіп шықтым. Парфе салаты дайын, баршаңызға ас болсын. Апельсин мен тауық еті қосылған диетический салат дайындаймыз. Ең әуел тауық етін маринадтаймыз. Тұз, паприка, зәйтүн майын құйып, барлық жеріне жағып, маринадқа 15-20 минутқа қалдырамыз. Зәйтүн майының орнына кәдімгі сұйық май қолдансаңыздар болады. Маринадты алып болған тауық етімізді 170 градус қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Енді салатқа қосатын сухари дайындаймыз. Багет нанын немесе батонмен алмастырсаңыз болады. Осылай қабығын алып тастаймыз. Осылай турап, 4 бұрышты көбейіп етіп турап шығамыз. Турап болғаннан соң пешке пісіретін табамызға салып, паприка қосамыз. Зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырамыз. «200 градус қызып тұрған пеште 10-15 минуттай пісіріп аламыз, яғни қызарғанша. Мінекей тауық етіміз пісті, суытамыз. Апельсинді осылай тураймыз. Және апельсиннің сыртындағы ақ қабықшасын алып тастаймыз. Ыдысымызға салып, тоңазытқыштан шыққан айсберг жапырағын осылай қолмен үземіз. Ұсақтап туралған грек жаңғағын үстіне қосамыз. Грек жаңғағын майсыз табада 2-3 минуттай қуырып алсаңыздар өте дәмді болады. Пеште піскен және суыған тауығымызды осылай турап шығамыз. Енді салаттың тұздығын дайындаймыз. Греческий йогуртқа апельсин шырынын қосамыз. Жаңғақ майын қосамыз. Осындай орех пастасын қостым. Сәл бұрыш қосамыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Салатымызға соусты қосып, жақсылап араластырамыз. Салатты мыжып алмай, аккуратно араластырамыз. Дәміне қарай кішкене тұз сеуіп жіберсеңіздер болады. Енді салатты тәрелкемізге саламыз. Біздің айсберг жапырағымыз, салатымыз басылып қалмау керек. Осылай көтеріп тұру керек. Салатқа қосқан кезде апельсин 2-3 тілімін бетіне безендіруге алып қалдым. Бетіне қойып шығамыз. Тауық етінен де кішкене алып қалдым. Бетіне қойып шыққанға. Гранатты бетіне осылай қойып шықтым. Оны салатқа қосып жатқан кезде арасына қоссаңыздар да болады. Мінекей салатымыз дайын. Видео ұнаса достарыңызға, чаттарға, группаларға поделиться етіп, лайк басып пікір қалдырып қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.